1 минут күтеміз. Салтош, привет. Так, бүгін кішкене күте тұрайық. Бүгін мен сіздерге бит күтімі туралы айтқым келіп отыр. Бит күтімі туралы айтатын боламыз сіздерге. Жарты минут. Бастаймыз. Қосылғандар қосылып жатар, қосылмағандар запистен қарап көре бер. Қайырлы кеш, құрметті біздің команда. Сіздермен бүгінгі күні осылай Instagram желісінде кездесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Енді мен бүгін сіздерге бит күтімі туралы және оның қандай пайдасы бар, сол туралы айтып өтетін боламын. Өзімді таныстыра кететін болсам, менің аты-жөнім Рысгүл Мусина. Осы компанияның арқасында осы түгелдей өнімдердің бәрін өзіміз жанұямызбен түгелдей пайдаланамыз, және де өзімізге өте қатты ұнайды. Енді уақытта осы жерге келгендеріңізге көп рахмет айтамын. Мына жерде қосылып жатқан қыздар, жаңадан келіп жатқан. Енді Oriflame компаниясына дейін мен өзім ішкі істер басқармасында жұмыс жасаған болатынмын. Одан кейін осы компанияның мүмкіншілігін көргеннен кейін, осы жерде өнімдері ұнағаннан кейін, және де өзінің әрбір адам өзінің әдемі болғанын қалайды, осылай емес пе? Мысалы, ер адам болсын, әйел адам болсын, тіпті кішкентай бала болсын, өзінің әдемі болып тұрғанын қалайды. Сол себепті бет күтімі, яғни ең біздің денемізге киім киіп жүретін болсақ, бетіміз ол біздің ашық тұрады, яғни бетімізге кез келген адамның ең бірінші көзі адамның бетіне түседі. Сондықтан бет күтімі туралы мен бүгін сіздерге айтып кеткім келіп отыр. Осы компанияға келген кезде мен осы бет күтімі және де дене күтімі түгелдей осы өнімдердің бәрі ұнағаннан кейін, және де өзім осы компанияның мүмкіншіліктерін көргеннен кейін, ақша табуға болатын мүмкіншілік көргеннен кейін, шетелге шығуға болатын мүмкіншілік көргеннен кейін осы компанияны таңдап келген болатын. Енді уход за кожей лица. Уход за кожей бізде адам енді уход за кожей лица бізде бірнеше адамның жасына байланысты бөлінеді, тип кожасына байланысты бөлінеді, және де 80% адам өзінің бетінің әдемі болып тұруына әсер ете алады екен. Яғни адам 80% сіздің өзіңіздің образ жизніңіз қандай, өзіңіз бетіңізді күтінесіз бе, қандай сериялармен күтінесіз, қандай сериямен күтінесіз, соның бәрі әсер етеді сізге. Яғни уже ертерек бастап кететін болсаңыз бет күтіміңізді, онда сіз өзіңіздің жас қалпыңызды ұзақ уақытқа дейін сақтап қала аласыз. Яғни жасыңыз үлкейген кезде өзіңіздің әдемі қалпыңызды сақтап қалуға болады. Сондықтан яғни ертерек сіз пайдаланатын болсаңыз, бет күтімін өзіңіздің тип кожаңызға, өзіңіздің жасыңызға байланысты сай келетін серияны түгелдей пайдаланып бастасаңыз, өзіңіздің қатарларыңызға қарағанда бірнеше жыл өткеннен кейін, мысалы кем дегенде 1 жыл пайдаланатын болсаңыз сол өнімді, яғни сіз өзіңіздің қатарларыңызға қарағанда 3 жасқа кем дегенде жас болып көрініп тұрасыз. Сондықтан жасыңыз үлкейген кезде де әдемі болып тұру үшін ертерек бастасаңыз, ол сіздің өзіңізге салған инвестицияңыз болып есептеуге болады. Яғни енді мен бүгінгі күн сіздерге қазір Oriflame компаниясы туралы қысқаша айтып кететін боламын. Және де мысалы мына жерде Oriflame компаниясы 1900 бет күтімін айтатын боламын, және де оның қандай сериялар бар, қалай пайдалану керектігі туралы сіздерге қысқаша айтып кететін боламын. Яғни бәріміз де білеміз, Oriflame компаниясы 1967 жылы ағалы інілі Роберт және Йонас Алафьюкник дейтін адамдардың арманынан құрылған компания екенін бәріміз де білеміз. Яғни өздері табысты болғысы келіп, және де бүкіл адамдардың бәрі, жан-жақтың бәріне жұмыс жасағысы келетін адамдар, яғни от человека к человеку дейді, яғни бір-біріне айту арқылы үйде отырған домохозяйкалерге сондай арнап, негізінде компания сондай өзі ашқан, Oriflame деген компанияны ашқан, өздері табысты болу үшін, және де бүкіл адамдарға табысты болуға болатын мүмкіншілік беру үшін. Енді бүгінгі күнде Oriflame компаниясы 60-тан астам бүкіл елде жұмыс жасайды.
54 жыл болды биыл жұмыс жасап тұрғанда бүкіл дүние жүзінде. Соның ішінде Қазақстанда тіркеліп, налогын төлеп, патентін төлеп жұмыс жасап тұрғанда биыл 21 жыл болып тұр да. Сондықтан, яғни 60-тан астам елде жұмыс жасайды, және де мысалы 3 миллионнан астам мен сияқты, мысалы сіз сияқты тәуелсіз бренд партнерлары бар, және де компанияның 1,5 миллиард евро товар айналысын жасайды екен. Яғни бұл дегеніміз өте үлкен товар айналымы, яғни өте тез және стабильный, тез өсіп келе жатқан надежный компания екендігін білуге болады. Және де маған ұнайтыны біздің Oriflame компаниясы шведская королева Сильвияның қосылуымен бірге международный фонд защиты детейге көмектеседі, яғни өте үлкен компания болғандықтан кейін, яғни соучредитель международного детского фонда дейді, яғни балалар үйіне жалғыз қалған жас әйел адамдарға арнап көмек көрсететін өте үлкен керемет компания. Яғни мен неліктен Oriflame компаниясына келдім? Oriflame компаниясы, яғни мысалы бір жерден дүкенде бір нәрсе алатын болсаңыз, сіз егер мысалы бір зубной паста алатын болсаңыз, немесе крем алатын болсаңыз, оны шыққан жерінде, завод шыққан жерінде ол мысалы бір баға болса, белгілі бір баға, оны крупный оптовик келіп сатып алады. Одан кейін барып ол крупныйдан мелкий оптовик келіп сатып алады. Мелкий оптовиктен одан кішкентай магазиндерге не частниктер алып кетеді. Одан кейін барып ең соңында конечный бағаны, толық 100% бағаны, накрученный бағаны біз клиенттер сатып аламыз. Ал біздің Oriflame компаниясының бір жақсысы, шыққан жерінен бастап, ары қарай потребительге, яғни клиентке жеткенше ортасында тек қана консультант, яғни қазір уақытта ешқандай консультант та жоқ, әрбір адам өзіне керегін тіркеліп алып, яғни өзіне керегін алып отыруға болады. Яғни бізде тіркелу тегін, 14 жастан бастап 90 жасқа дейін кез келген адам Oriflame компаниясына тіркеліп, керек өнімдерін алып отыруына болады. Және де маған ұнағаны осы компанияда ешкімге тәуелсіз болып жұмыс жасайсың, ешқандай сізде бастық деген болмайды. Яғни өзіңіздің жанұяңызға, балаларыңызға уақытыңызды көбірек бөле аласыз, ешкімге тәуелсіз қалаған уақытыңызда жұмыс жасауға болады. Сондықтан мен осы компанияны таңдаған болатынмын. Енді Oriflame компаниясының неліктен бет күтімі оқуын таңдауымыз керек. Яғни бет күтімі біріншіден әртүрлі преимуществолар бар, яғни біздің компанияның бет күтімінің. Оның ішінде біріншісі научно доказанный результат, яғни үлкен белгілі біздің компанияның өзінің научно-исследовательский центр Дублинде бар, и разработка жасайтын Дублинде, және институт исследований кожи деген бар Стокгольмде. Ол жерде 150-ден астам өте жоғары квалифицированный ученыйлар ол жерде жұмыс жасайды, бүкіл өнімдердің бәрін зерттейді. Яғни компанияда 20-дан астам өзінің шығарған патенті бар. Яғни ол патент өздері зерттеп, ойлап, соның бәрін шығарған 20 патенті бар. Оның өзі үлкен жетістік. Одан кейін бүкіл ішіне қосатын өнімдердің барлығы натуральный, активный ингредиенттер, яғни оның бәрін көбінесе табиғаттан алып, яғни ешқандай зиянды қоспа қосылмайды. Біздің өнімдердің ішіне ешқандай химиялық қоспа қосылмайды. Яғни природа біздің Oriflame компаниясының натуральный источнигі, сол табиғи өнімдерден, сол стволовые клетки дейді, яғни солардың растенияларын солардан көбінесе алады. Одан кейін үшінші мүмкіншілік персональный консультация алуға болады, яғни өзіңіздің жеке консультантыңызға, мысалы өзіңізге ұнады ма, яғни сол адамға барып сұрап, мен бет күтімді қалай пайдалансам болады, қандай серия менің бетіме барады, мысалы мен қалай жағуым керек деп өзіңіздің персональный консультация алуыңызға болады да, яғни біздерден кеңесшілерден. Яғни одан кейін өте жоғары сапамен шығады, яғни Oriflame компаниясының өнімдерінің барлығы өте жоғары гарантия качествомен стандарт, яғни европалық стандартпен сай шығады. Себебі шведский стандарт качества деген ол дүние жүзіндегі, именно соның ішінде Европада өте жоғары сапа екендігін білдіреді екен. Яғни соның бәрі біздің Oriflame компаниясының өнімдерінің өте керемет екендігін білуге болады. Одан кейін біздің денеміз, бет күтімі, бет күтіміне келетін болсақ, біздің теріміз енді кішкентай кезімізде, бала кезінде, адам жас кезінде әдемі болып тұрады. Яғни кожа адамның денесіндегі тері ғой, тері ең үлкен орган екен біздің денемізді жауып тұрған. Оның үлкендігі 2 квадратный метрді құрайды екен. 2 квадратный метр. Яғни сіз егерде ертерек өзіңіздің бетіңізді күтіп бастайтын болсаңыз, өзіңізге салған инвестиция деп есептеуге болады. Күлеке сәлем. Өзіңізге салған инвестиция деп есептеуге болады. Яғни сіз өзіңіздің жас қалпыңызды ұзақ уақытта сақтап қалуға өзіңізге көмектесесіз.
яғни былай қарағанда ДНК, наследственность дегендер азғантай ғана сізге әсер етеді екен. Яғни 80% сіз өзіңізді қалай күтінесіз, өзіңіздің образ жизніңіз қандай, өзіңізге мысалы қалай жақсы көресіз бе, соның бәрі адамға әсер етіп тұрады. Яғни одан кейін старение бұл естественный процесс. Ол стареть етуден адам негізінде қорықпау керек. Бірақ сіз жасыңыз үлкейсе де, биологически жасыңыз үлкейсе де, өзіңіздің бет теріңізді әдемі етіп сақтап қала аласыз. Ол үшін сіз өзіңіздің тип кожыңызға және де өзіңіздің манадай бетіңіздің жасыңызға байланысты сай келетін өнімдерді толық пайдалану керек. Яғни айтып кеткендей, ертерек бастайтын болсаңыз бет күтімін, өзіңізге инвестиция болып, яғни үлкейген кезде өзіңіздің жас қалпыңызды, сол бетіңіздің әдемі қалпын сақтап қалуға өзіңізге көмектесесіз. Яғни біздің мына өнімдердің ішінде антивозрастное средство для сохранения молодости дейді. Яғни адамның жеке потребностьтары болады. Кейбір адамдар мысалға беті мысалға құрғақ болады, кейбір адамдардың негізінде беттің 4 типі болады. Осы жерде айтып кете қояйын. 4 түрлі тип болады. Біріншісі сухая кожа, яғни құрғақ бет болады. Ол яғни суды жақтырмайды, суға тисе, желге шықса бірден жарылып кететін болады. Яғни қабыршақ болып кетеді да, құрғап тұрады. Яғни ондай құрғақ тері тез қартайып кетуге бейім болады. Кейбір адамдарды көретін боларсыздар, мысалы 40-50-ге келіп қалса, беттері қалай моншаға түсіп шыққаннан кейін адамның қолы, терісінің бәрі мыржық болып қалады, сондай сияқты болып қыртыс болып қалады. Сол сухая кожа тез қартаюға бейім кожа ол негізінде. Ол өте увлажнениені, күтімді өте қатты қажет ететін тип кожа да. Яғни одан кейін нормальный кожа бар. Ол нормальный кожа ол салқынға да, ыстыға да ондай көп қатты әсер ете бермейді. Өзінің жақсы нормальный орташа қалпын сақтап тұра алады. Одан кейін мысалы комбинированный кожа деген бар. Ол дегеніміз Т-образный зона, мысалы жерде маңдай болатын болса, мұрынның үсті иек мына жерлер жирный болады да, екі бет адамның сухой болады. Яғни адам соның кесірінен қандай крем жағын, не жағарын білмей жүретіндер болады да. Мысалы именно Т-образный зонада мұрында, маңдайда, иекте морщинкалер төгуі, прыщиктер шығып кетуі мүмкін де, екі беті құрғап тұруы мүмкін да. Яғни және де жирный бет деген болады. Ол жирный кожа, ол түгелдей адамның беті майланып тұрады. Яғни жирный кожа көпке шейін қартаймайтын, әдемі қалпын сақтап тұратын кожа негізінде. Бірақ егер де ол кожаны күтінбейтін болса, все равно углубленный носогубный морщинкалер, углубленный басқа да мысалы көздің айналасында болсын, басқа да жердегі морщинкалердің бәрі шығып кетуіне көмектеседі. Бірақ тері әдемі жылтыр сияқты қалпын, формасы кетіп қалуы мүмкін да, мысалы беттің овал лица кетіп қалуы мүмкін. Соның бәрі болмас үшін, яғни біз өзіміздің тип кожымызға және жасымызға байланысты пайдалануға, өнімдерді пайдалануымыз қажет. Яғни адамның денесінде мысалы үш слой болады. Вернее, кожасында 3 слой болады. Эпидермис, беткі слой, яғни дерма екінші слой, үшінші гиподерма деген слой болады екен да. Яғни соның барлығын изнутри жұмыс жасау үшін, яғни сол 3-ші слойдан бастап жоғары қарай жұмыс жасау үшін компания біздің керемет Novage деген өнімдер шығарған болатын. Novage өнімдерін білетін боларсыздар. Соның ішінде біріншісі мына жерде мен шығарып қойып отырмын. True Perfection деген серия мына жерде көрген боларсыздар. True Perfection сериясы бұл 20 жастан бастап, 25 жастан бастап пайдалана беруге болады. Яғни бұл серияның ішінде, яғни тусклый, уставший болып тұрса, мысалы кожаңыз мысалы жылтыр, әдемі болып тұрғанын қалайтын болсаңыз, осы тіпті жасыңыз одан да жоғары болатын болса да, осы True Perfection сериясын алып пайдалануға болады. Яғни бұлардың барлығы этаппен жүреді. Этаппен жүрген кезде бұның ішінде 5 этап деген болады. Яғни бұның ішінде этап болғанда, мысалы қазір уақытта очищение, тонизирование 2 в 1 көбінесе құйып қояды. Бізде компанияда Novage өнімдер. Яғни ол бетіне мысалы бірінші сол нәрсені бетіңізге, қолыңызға құйып алып, молочко нені жуып аласыз. Бетіңізді жуып аласыз. Одан кейін бар, бетіңізді жуып болғаннан кейін көздің айналасына жағылатын крем бар. Көздің айналасына жағылатын крем бұл өзі кішкентай тюбикте болады, мынандай көріп тұрған барсыздар. Бұл тюбикте болады, себебі көздің айналасының өзінің кожасының өзі, терісінің өзі азғантай да, сол себепті кішкентай тюбиктегі крем болады, бірақ оның өзі 3 ай сізге жететін болады. Яғни соны былайдан түгелдей жауып шығасыз. Жауып шыққан кезде үстінен мысалы ана жерде адамның бетке жағылатын нәрсе бар, очищение жасадық та. Одан кейін көзге жағылатын кремді өзінің шариковый болады, не болмаса қолға бүйтіп алатын болсаңыз, 4-ші саусаққа бөліп алып, көздің үстінен бастап былай қарай, үстіңгі жағын құлаққа қарай, астыңғы жағын құлақтан бастап көздің ішінде былай қарай жағу керек. Себебі мына жерде адамда воздух не сияқты
проток сияқты болып не істейді, мына жерден басқанда бүкіл массировать етіп, яғни көзіңіздің жақсы мынадай опухоль болмауына, әдемі болып тұруына сіз көмектесесіз. Көздің айналасын жағылатын кремдер темные круги под и над глазами, мынадай одан кейін барып мынадай припухлость век, соның бәрін алуға болмауына көмектеседі. Яғни мана очищающий средство деп тұрғанымыз, мысалы мына жерде бетіңізді жуып алатын себебі, яғни адамның терісінде күнде 3 грамм мен 6 граммның арасында май бөлініп шығады екен, және де бірнеше мыңдаған клетка өледі екен. Яғни соның бәрін алу үшін, яғни мысалы алу үшін бізде әдейі арналған мынадай соларды жібітетін өнім, яғни мысалы очищающий средство деген, сонымен бетімізді сол себепті соларды кетіру үшін, яғни ертіп түсіру үшін жуамыз. Одан кейін барып вокруг глаз кремді жағамыз, және де одан кейін барып мынадай сыворотка дейтін бар, мысалы мына жерде мынадай көріп тұрған барсыз, сыворотка. Осы сыворотка бұл активатор деп аталады. Дневной крем не ночной кремнің астына жағылады. Яғни бетке жағылатын нәрсенің барлығын мынадай бет жайлап похлопывать етіп жағу керек. Және де зрительно екіге бөлетін болсаңыз, бетіңізді маңдайды былай қарай, құлаққа қарай, мына жердің мысалы былай құлаққа қарай, мына жердің бәрін құлаққа қарай, былай жаққан жақсы. Себебі солай жағатын болсаңыз, егер де бетіңізге, яғни сіздің өзіңіздің сондай линиямен негізінде клеткалар орналасқан екен, яғни өзіңіздің бетіңізді әдемі болып тұру үшін, онсыз да бұл төмен қарай тартылыс күшімен тартылады да. Сондықтан сіздің міндетіңіз сол бетті жоғары қарай мынадай тартуға, мынадай жаққан кезде соның бәрін сондай линиялармен жағатын болсаңыз, өзіңіздің бетіңіздің әдемі қалпын сақтап қалуға көмектесесіз. Және де одан кейін мысалы бұл, мысалы мен айтып кеттім, эпидермис, дерма, гиподерма деген слой болатын болса, мына именно сыворотка гиподерма деген 3-ші слойға жұмыс жасайды. Одан кейін барып күндіз болатын болса, таңертең соның үстінен күндізгі кремді жағып алуымыз керек. Себебі мысалы сіз далаға шығасыз да, далаға шыққан кезде сіз денеңізге киім киіп шығасыз да, күннен қорғайсыз, желден, салқындан қорғап шығасыз да денеңізді. А вот именно бетіңізді қорғайтын нәрсе ол сіздің бетіңізге жағылған кремдеріңіз. Яғни одан кейін жағасыз, күндізгі жағылатын креміңізді жағасыз. Ол күндізгі жағылатын крем сіздің бетіңізді күннен, желден, салқыннан, яғни жарылып кетуден, сондайдан сақтап тұрады да. Одан кейін барып мынадай уже кешке қарай келген кезде уже күн жағына бетіңізге шаң түседі, тозаң түседі, яғни мысалы топырақ түседі дегенде, соның бәрін қайтадан очищающий средствомен жуамыз бетімізді, макияжымызды түсіріп аламыз бірінші да. Одан кейін очищающий средствомен жуамыз, одан кейін барып вокруг глаз кремімізді жағып, сыворотка жағып, ночной крем жағамыз. Сол кезде сіз ұйықтағанға дейін 40-45 минутқа дейін жағып жатуыңыз керек. Содан кейін барып сіз уже сіңеді, примерно кем дегенде бір 20 минут бұрын жағып алсаңыз болады. Яғни сіңіп, уже ночной кремдердің эффектісі, қасиеті, олар адамның бетіне лифт эффект береді, яғни подтяжка береді. Адамның жасы 25 жасқа дейін ночной крем пайдаланбай қоюға болады. Бірақ 25 жастан кейін міндетті түрде түнде жағылатын кремді жағу керек. Себебі неге десеңіз, 25 жастан кейін уже адам күн жағына сөйлейді, көзін бірнеше рет ашып жұмады. Сол кезде бүкіл беттің бұлшықетінің бәрі іс-қимылда тұрады екен де, кешке қарай адам жатып ұйықтаған кезде бүкіл беттегі бұлшықеттердің бәрі расслабляться етеді дейді ғой, яғни мысалы демалуға жатқан кезде сол кезде бірінші машинкалар шыға бастайды екен. Сәлем жағын. Сонда сол кезден бастап біз өзіміздің түнде жағылатын кремімізді жағып жатуымыз керек. Яғни ол дегеніміз не? Ол дегеніміз таңертең 2 минут өзіңізге арнап бөлу керек, кешке 2 минут өзіңізге арнап бөлетін болсаңыз, яғни сіз өзіңіздің әдемі қалпыңызды, бетіңіздің әдемі болған, яғни өзіңіздің мынаның ішінде құрамында мынау уже бүкіл сіз мынаның ішінде мысалы тек қана мынау мен қазір сізге True Perfection сериясын көрсетіп отырмын. Одан кейін барып бізде 35 жастан бастап жоғары, 30-35-тен бастап экологен деген серия бар. Одан кейін барып мына жерде Ultimate Lift деген 40 жастан жоғары адамдарға арналған бар да. Яғни мысалы 33%-ке адамның бетін сокращает морщины деген бар. 70%-ке более упругая кожа за 12 недель дейді. Яғни сіз бұған сенесіз бе, бұған сенбейсіз бе, бұған сіз бұл зерттелген, патенттелген, яғни бұның бәрін бірнеше мыңдаған добровольцы келген адамдарға зерттеген компания. Сол себепті сіз бұны күнде пайдаланатын болсаңыз, бұл өнімдердің барлығын, яғни сіздің өзіңіздің бетіңіздің жақсы болған өзіңіз байқай бастайсыз да, яғни морщинкаларыңыздың, қыртыстарыңыздың азайып, овал лицаңыздың тартылып, бетіңіздің әдемі, түсінің жылтыр, әдемі болғанын көресіз да. Одан кейін мысалы әйел адамдарда көбінесе жасыл күйгеннен кейін менопауза басталатын кез болады да. Сол кезде адамның ішкі организміндегі изменение, өзгерістерден бөлек, адамның сыртында да, яғни бетінің терісінде де өзгерістер бола бастайды екен. Сол кезде сол беттің өзгерістерін
мындай тез қартайып кетпеу үшін, беттің әдемі болып тұру үшін осы бізге «Возвращаем время назад» деп аталады. True Time Reversing деген серия. То же самое, бұның ішінде очищениесі бар, сывороткасы бар, вокруг глаз кремі бар, түнде және күндіз жағылатын мындай кремдері бар. Солардың бәрін пайдалануымыз керек. Яғни бұл дегеніміз мысалы очищение бірінші, екінші вокруг глаз, үшінші активатор, төртінші манағы мен айтып отырғаным основной уход, дневной или ночной крем. Осылардың бәрін біз күнделікті жағатын болсақ, яғни тек қана 2 минут қана кетеді сіздің әдемі болып тұруыңыз үшін. Тек қана 2 минут кетірудің арқасында сіз өзіңіздің әдемі қалпыңызды ұзақ уақытқа сақтап қала аласыз. Енді мысалы мына жерде бұл өнімдерден бөлек біздің Oriflame компаниясы сол өнімдердің қасында қосымша мына жерде мынадай өнімдер шығарған болатын көрген боларсыздар да, каталогтың ішінде бас жағында мына жерде мынау әртүрлі активаторлар, яғни мысалы кожаның сіздің адамның көктемге келген кезде адамның негізі азып шаршап витаминдер жетпей тұратын кезі ғой. Яғни сондай кожада да потребность болады екен. Мысалы сіз күнде картошка жей беретін болсаңыз мынадай болып кетеді, жегіңіз келмей қалады ғой да. Сол сияқты адамның кожасына да кішкене бір изменение жасап, бір более лучший мынадай эффект беретін сондай өнімдер қылдырып шығарған, бірақ солардың барлығын күнде бірге пайдалануға болмайды. Основной уходтан кейін, яғни мысалы вокруг глаз жағып алдыңыз ба, дневной не ночной кремнің астында жағады, солардың алдында жағатын өнімдер. Яғни мына жерде сыворотка, концентрат антивозрастного действия деген бар, с ретинолом, яғни мысалы адамның бетінің әдемі болуына көмектеседі. Мынау пептид деген бар, мына жерде сыворотка, концентрат для повышения упругости кожи с пептидами, яғни мынадай флакончиктерде, мына укол сияқты мынадай әйнек флакончиктің ішінде өзінің бүйтіп төбесіне қиып алатыны бар, және де оны тоже ночной крем, мынадай өзіңіздің креміңіздің серияңызға байланысты кремнің астына жағылатын өнімдер. Және де мына жерде мынау сыворотка пилинг для обновления кожи деген бар, яғни аха-кислот деген, яғни да, Novage Proceuticals деген. Мынау именно мысалы мына жерде бұлардың барлығын өзіңізге мысалы бетіңіздің әдемі болу үшін, мысалы улучшает текстуру кожи через 7 дней на 88% дейді да. Яғни 88%-ке сіз өзіңіздің бетіңіздің мгновенно андай увлажненный болған, әдемі болған, және де мынадай кожаңыздың жұмсақ болғанын сіз өзіңіз байқай аласыз да. Және қосымша мына жерде күшті обновляющий маска для лица шығарған компания. Бұл масканы де алып пайдаланатын болсаңыз, яғни бұл андай тканевый маска, бір рет пайдалануға деп жазылған негізінде, бірақ бұны 2-3 ретте пайдалануға болады. Себебі мен өзім пайдаланып көргенмін. Яғни өзінің ыдысына салып қойсаңыз, бұл құрғамайды, яғни сол увлажненный күйінде тұрады. Бетіңізге жағып алып, оны кері алған кезде, ана бетіңіз кәдімгі подтянутый болып, бір рет мен фотоны шығарған болатын, көрген боларсыздар мүмкін. Бір до деп шығарып маска жасайын деп жатқан кезде, сол после деп шығарған кезде, уже кәдімгі бетіңіздің аппақ анадай тартылып әдемі болып қалғанын байқауға болады. Және де мына жерде Novage'ның мына жерде керемет маслосы бар. Бұл маслосы осы каталогта как раз скидкамен келіп тұр, 2485 теңгемен келіп тұр екен. Яғни бұны алып алатын болсаңыз, бетіңізге мынадай тек қана неден бөлек, мысалы бетке жасалатын массаждар бар, әртүрлі массаждар бар деп, мысалы білетін боларсыздар, японский массаж деген бар, мынадай өзіңіздің сол 2 минут уақытыңызды өзіңізге арнап, өзіңіздің әдемі қалпыңызды ұзақ уақыт сақтап қалу үшін. Яғни мысалы адамның жасын қайдан білуге болады мысалы да, яғни түгелдей мысалы тек қана жас беттен емес, яғни мойынға, қолға, бәріне уход түгелдей жасалу керек. Яғни адамның кожасының қартайып кеткенін қайдан білуге болады? Адамның мысалы морщинкалерден бөлек, адамның носогубный складкалары глубокий болып кетуі мүмкін. Овал лицасы кетіп қалуы мүмкін да адамның жасы үлкейген кезде. Сондықтан сондайлардың бәрі болмас үшін мынадай бүйтіп жасалатын массаждар бар, одан кейін былай жасалатын массаждар бар, былай сырттан жасалатын массаждар бар да. Солардың барлығын біз біліп өзіміз үшін жасап отыратын болсақ, сізге ешқандай мынадай ненің қажеті жоқ, косметологтың қажеті жоқ. Сіз өзіңізге өзіңіз әдемі қалпыңызды ұзақ уақыт сақтап қалуға өзіңізге өзіңіз көмектесе аласыз. Мына каталогта енді қазір уақытта мынадай кремдерді отдельно ночной дневной кремдер компания тоже скидкамен шығарып қойған екен. Бірақ бұл өнімнің бәрін отдельно алғанша лучше мынадай набормен алатын болсаңыз, набордың ішінде түгелдей мынадай коробкамен келеді. Набордың ішінде бұл набордың өзінің балының өзі 179 бал бонус, мысалы мынау да 179 бал бонус. Бағасы да мынадай несі де эффект мынадай несі де өзіне сай болып тұрады. Яғни сіз егер бір клиентіңізге барып айтатын болсаңыз, бетінің әдемі болғанын, мысалы кез келген адам қалайды. Мен мысалы тек қана бұл Novage сериясын мен тек қана женский түрін айтып отырмын да. Мен мысалы өзім жолдасым бет күтімін жақсы көретін, мысалы тек қана әйел адам емес, ер адам да бет күтімін жақсы көреді. Novage'дің мына жерде мужской түрі болды, мен таппай отырмын. Novage'дің мужской набор түрі бар. Сол мен мужской түрін мен жолдасым алып берген
болатынмын, жолдасым соны как положено кәдімгідей пайдаланып, күнделікті өзі сол өзіне иісі де керемет ол серияның, мысалы новый мужскойдың да, яғни өзінің мысалы сыртында белгісі бар, бір деп бір квадратик салып қойған, екінші жағылатын мынау деп екі квадратик, үшінші төртінші деп сөйтіп салып қойған, соны уже жаққан кезде бетінің әдемі болғанын адам өзі көре алады. Сондықтан мынадай өнімдердің барлығын өзіңізге алу керек. Бұл алатын болсаңыз, мысалы бір қарағанда 45.640 теңге қымбат сияқты болып көрініп кетуі мүмкін. Негізі 65.200 теңге тұрады толық бағасы, набормен алатын адамның бәріне каталогтың ішіндегі бағасы 45.640 теңге. Ал егер тіркеліп алатын болсаңыз, Oriflame компаниясының консультанттарының барлығына компания минус осыдан 20% скидка береді. Яғни бұл наборды сіз кем дегенде бетіңіз әдемі болып тұру үшін, яғни 3 ай, 4 ай пайдаланасыз. Кем дегенде 3 ай пайдаланасыз да. Яғни мысалы мына жерде 45.000 теңгені 3-ке бөлетін болса, мысалы бір қарағанда күніне бір максимум, грубо говоря, 800 теңге ақша кетеді. Таңертең 400 теңге, кешке 400 теңге. Былай қарағанда 400 теңгеге не алуға болады, мысалы 400 теңгеге? 400 теңгеге бір обед де ала алмайсыз ғой, былай қарағанда, бір кофе де ала алмайсыз да, 1000 теңге тұрады кем дегенде. Яғни сол сияқты өзіңізге өзіңіз бір қарағанда қымбат сияқты болғанмен, на самом деле өзіңіздің әдемі болуыңыз үшін, теріңіздің әдемі болып, яғни өзіңіз кез келген жерде өзіңізді жақсы сезініп, жақсы әдемі екеніңізді біліп тұру үшін, яғни өзіңіздің тип кожаңызға байланысты, жасыңызға байланысты осы новый өнімдерін алуға сіздерге кеңес беремін. Яғни және де плюс мына жерде одан басқа бонус өнімдер бар. Бізде Oriflame компаниясы красота изнутри және де красота снаружи, да, яғни ұсынады. Яғни соның ішінде бізде мынадай Aqua Glow деген өнім бар, білесіздер да. Aqua Glow өнімі осы каталогте как раз мына жерде 15 штук болады, ішінде 15 саше болады. Бұл компот сияқты шведская брусника деген бар ішінде, яғни қышқыл дәмі бар, яғни розовый түс болып шығады, қызғылт түс болып шығады. Яғни бір сашесін аласыз да, бір стакан суға езіп ішетін болсаңыз, как бы андай эпидермис, дерма, гиподерма деп айтып кеткен болатын мана. Сол ең тереңгі слой гиподерма іштен бастап изнутри выталкивание морщин наружу болдыруға көмектеседі. Яғни өзіңіздің бетіңізді және де сыртынан креммен, ішінен өзіңіздің мысалы Aqua Glow сияқты өнімдермен, яғни бұл Aqua Glow өнімі терінің, вообще терінің, любой терінің, денеңіздегі барлық, мысалы шынтақтағы болсын, қолдағы болсын, тізедегі, өкшедегі, мына беттегіден бөлек та, яғни соның барлығының, яғни әдемі болып жұмсақ болуына көмектеседі. Сондықтан осы өнімдерді алуға өзіміздің әдемі болып жүруіміз керек та, яғни алуға сіздерге мынадай кеңес беремін, себебі бұл өнімдер өте керемет өнімдер. Яғни жоғары технологиялармен зерттеліп шығарған, және де компанияның дерматологтармен одобрение алынған, және де мысалы комплексный решение полный, мысалы өте керемет результат аласыз бұл өнімдерді пайдаланғаннан кейін, бағасы да өзінің мынадай несіне, сапасына сай келеді. Сондықтан мысалы бір кездерде бір шығып кетті ғой, менің бір таныс қыздарым болды, бір компания, в общем, дешевле деді ма, бір компания, в общем, өздері 300 мың теңгеден кредитке оформить етіп, сол кезде адамдар өнімдерді алып, сол жерде ол адамдар бір чемодан алған өніміміз біздің үйде жатыр деп айтып жүрген қыздарды білетін болатынмын. Сондықтан бұл 300 мыңның өнімі емес, яғни сіз 45 мың, 50 мың теңгеге алған өніміңізді сіз өзіңіз кем дегенде 3 айға ұялмай, прям от души пайдаланасыз да. Сондықтан өте жоғары зерттеліп шығарған, өте жоғары профессорлар, дерматологтар, врачтардың барлығы зерттеп шығарған өнімдер. Сондықтан өзіңіздің тип кожаңызға және жасыңызға байланысты осы өнімдерді таңдап алып, өзіңіздің әдемі қалпыңызды сақтап қалыңыздар дегім келеді. Бүгінше сонымен осы. Сонымен сөйтіп сабағымды аяқтаймын. Новый өнімдерін алып, өзіңіз осы каталогте как раз жаңадан шыққан новинкілермен қосып алып, өзіңіз пайдаланып, және де қасыңыздағы адамдардың сондай өнімдерді пайдалануына дұрыс кеңес беріп, олардан жақсы тапсырыстар алып, яғни бизнесіңізді дамытайық дегім келеді. Сіздерге бизнесіңіз дамысын, яғни табысыңыз мол болсын, өздеріңіз әдемі болыңыздар, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар. Болдың ба, сабақ бітірдің бе?